Баршаңызға сәлем достар. Тігін және қолөнер каналына қош келдіңіздер. Видео ұнаса әрі қарай көріп, каналға тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздерге мынадай ерекше жаңа құрақтың құралу жолын көрсетпекшімін. Бізге екі түсті мата қажет, көлемі 25-ке 25 см. Яғни барлық қабырғаларын бірдей етіп аламыз. Мұнда менде велюр болғандықтан созылып жиырылып қалды, бірақ 25-ке 25 см. Түктерін төмен қаратып, бір-біріне беттестіреміз. Бұл құрағымыздың алдыңғы құрақтардан өзгешелігі жоғарыдан оң жақ бөлігінен 6 см төменге қарай өлшеп аламыз. Өлшеп алып, ол жерге белгі қоямыз. Енді сол жағынан астыңғы бөлігінен 6 см өлшеп аламыз. Ол жерге де белгі қойып, сол белгі қойған жерден бастап оң жақ бөлігінен тігеміз. Видеоны мұқият қарап отырыңыз. Енді 6 см тікпейміз, белгілеген жерімізден тігіп бастаймыз. Мінекей, бағана 6 см өлшеп қалдырған жеріміз тігілмей тұр. Сіздерде де дәл осылай болу керек. Енді диагонал жүргіземіз. Бір сызық. Осы сызған сызығымыздың үстінен қиямыз. Назарыңыз экранда болсын. Енді осы үш бұрыштан жоғарғы бөлігінен 6 сантиметрлік квадрат шығаруымыз керек. Видеоны мұқият қараңыз. Мінекей, 6 сантиметрлік квадраттарымыз шықты. Яғни бұл құрағымыздың көзі болады. Мұқият қарап отырыңыз. Қалай қойылып жатқанын. Мен экранды әдейі жай қойдым. Осыларды бір-біріне беттестіріп тігеміз. Құрағымыздың ең маңызды жеріне келдік. Енді бұл жерде осы тігістеріміздің бір-біріне дәл бірдей болып келуі қажет. Сонда құрағымыз мінсіз әдемі болып шығады.
Тағы қайталап айтамын, видеодағыдай тігістеріңіз бірдей дәлме-дәл сай болып тұру керек. Асықпай, әдемілеп тігеміз. Жаңа ерекше құрағымыз осындай болды. Сіздер де құрап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Тігін және қолөнер каналына қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше.